Баршаңызға сәлем. Менімен бірге осындай жыртылмайтын, езілмейтін, сочный, дәмді болып шығатын ұйғырский мантыны бірге дайындайық. Ең алдымен осындай суымызға тұзды ертіп аламыз. Сосын ұнның үстіне осындай 2 жұмыртқамызды салып, оны езіп аламыз. Одан кейін дайындаған суымызды ұнның үстінен аз-аздан құйып, араластырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырды бірнеше қайтара илеу керек, сонда қамыр әбден июі қанып, қолдануға өте қолайлы қамыр болып шығады. Қыздар, дәл осы құраммен жасасаңыздар, қамыр деген идеально әдемі болып шығады. Енді қамырды бөлшектерге бөліп аламыз. Әр бөлік 18-20 граммнан өлшеп дайындап алатын боламыз. 20 граммнан есептедім мен, ал сіздер 18 граммнан есептесеңіздер де болады. Дәл осылай барлығын кесіп алып, ол бөліктерді домалақтап дайындап аламыз. Міне мен дайындап алдым. Бұл құраммен жасалған қамырдан 72-75 штук манты шығады. Мен әр бөлігін 20 граммнан есептегенде. Енді салмасын жасаймыз. Мен салмасын асқабақтан, пияздан және тартылған еттен жасадым. Дәміне қарай тұз бен бұрышты салып, жақсылап араластырып алдым. Енді қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес, орташа қалыңдықтағы қамырды жайып алатын боламыз. 10 қамырды осылай үсті-үстіне қойып жайып алсаңыздар болады. Одан көбі уже көп болып кетеді, жабысып. Енді дәл видеодағыдай етіп түйіп шығатын боламыз. Өте әдемі әрі қызықты түйу болды. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Міне осылай әдемі мантыларымыз дайын болды. Енді оны листқа орналастырып, майды шашып, үстінен майды жағуды ұмытпаймыз. Осылай 45 минутта пісіріп алатын боламыз. Біздің мантыларымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.